Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы статистикалық мәліметтер. Оқу мақсаты электрон кестеде есептерді шешу үшін мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану, абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдану. Бағалау критерийлері. Электрон кестеде есептерді шешуде әртүрлі форматтағы мәліметтерді қолданады, сілтемелерді өзгерте алады, сілтемелерді өзгертіп, есептерді орындап шығарады. Vocabulary. Қазақша статистикалық мәліметтер. Русский статистические данные. English statistical data. Абсолютті адрестеу, абсолютная адресация, absolute addressing. Салыстырмалы адрестеу, относительная адресация, relative addressing. Аралас адрестеу, смешанная адресация, mixed addressing. Ақпаратты ұсынудың кестелік түрінің бір маңызды артықшылығы бар. Ол тек фактілерді қамтиды. Уильямс Росс Эшби, кибернетика маманы. 7-ші сыныпта біз сіздермен Excel бағдарламасын өткенбіз. Естеріңізге түсірейік. Интерфейсте жұмыс алаңы кестеден тұрады, яғни жолдар мен бағандар. Бағандар латын әріптермен белгіленген, жолдар араб цифрларымен белгіленген. Ұяшық баған мен жолдың қиылысқан жерін атайды. Ұяшыққа сан, мәтін, формула енгізуге болады. Статистикалық мәліметтер, статистикалық зерттеулер, бақылау және ғылыми өңдеу негізінде алынған сандық сипаттамаларының жиынтығы. Статистикалық мәліметтерді есептеудің көптеген программалар бар. Соның бірі кестелік процессор Excel. Бүгінгі сабақта салыстырмалы сілтемелерді, абсолюттік сілтемелерді және аралас сілтемелерді қарастыратын боламыз. Салыстырмалы сілтеме белгілі бір ұяшықтың берілген ұяшыққа салыстырмалы түрдегі адресін көрсетеді. Мысалы, оқу құралдары, қалам, дәптер, кітап. Олардың бағасы және саны. Олардың құнын есептеу үшін бағасы мен санының көбейтіндісі, яғни D2 ұяшығына тең белгішесін қоямыз міндетті түрде, және B2 20 санының адресінің ұяшығы, B бағаны және екінші жол, яғни B20 санының адресі B2 болады. 15 санының адресі C2 болады. D2 ұяшығына тең B2 көбейту C2. Дәптерді есептеу үшін B2 көбейту C2, кітапты есептеу үшін B4 көбейту C4. Формуланы енгізіп болған соң, міндетті түрде Enter пернесін басып, нәтижесін көруге болады. Абсолютті сілтеме. Кейбір жағдайларда сіздерге салыстырмалы адрестеу қажет болмай, керісінше абсолютті адрестеу қажет болуы мүмкін. Яғни формуланың көшірмесін жасау барысында ұяшықтың адресі өзгермеуі қажет. Ұяшықтың абсолюттік сілтемесінде доллар белгісі, баған атауы мен жол нөмірінің алдына былай жазылады. Тең доллар белгісі B $2 қосу доллар F $5. Бұл жағдайда доллар белгісі баған мен жолдың бекітеді. Енді формуланы төмен немесе шетке қарай созсақ, адрес сол қалпында қалады. Аралас сілтеме. Аралас сілтеме бағаны абсолютті, ал жолы салыстырмалы немесе керісінше болатын адрестеу түрі. Аралас сілтемені құру үшін доллар белгісін баған атауының немесе жол нөмірінің алдына қою керек. Аралас сілтеменің жазылу түрі төмендегідей. A доллар белгісі 2, жолы өзгермейді. Доллар A2, баған өзгермейді. F4 пернесін бір рет басқанда белсенді ұяшық абсолютті сілтемеге айналады. 2 рет, 3 рет басқанда белсенді ұяшық аралас сілтемеге айналады. 4 рет басқанда белсенді ұяшық салыстырмалы сілтемеге айналады. Енді практикада көрейік. Оқу құралдары қалам, дәптер, кітап. Бағасы, саны, құнын есептеу үшін міндетті түрде тең белгісін басамыз. Яғни 20 мен 15 санның көбейтіндісін алу үшін
Осы ұяшықты шерткенде D2 ұяшығына B2 адресі пайда болады. Көбейту C2-ні басамыз. Осы формуланы жазып болған соң міндетті түрде Enter пернесін басамыз. Осылайша біз нәтижесін көре аламыз. Дәл осы формулаларды басқа да ұяшықтарға пайдалану үшін біз төмен қарай оны тартамыз. Сонда біздің қалам құны 300 болды, дәптер 600, кітап 6000 болды. Енді осы құнға біз 10% жеңілдікті қосайық. Ол үшін тең белгісшесін міндетті түрде қосамыз. Құны көбейту 10% жеңілдік. Enter пернесін басып, нәтижесін көре аламыз. Біз формула қатарынан дәл осы жерде жазылған формуланың көре аламыз. Енді біз дәл осыны тағда төмен қарай тартып көрейік. Бізде 0 шықты. Неліктен? Себебі E3 ұяшығында D3 көбейту B10-ға деп тұр. Ал B10-да бізде ешқандай мәлімет енгізілмеген. Сондықтан да бұл жерде бізде 0 саны шығып тұр. Енді біз дәл осы жерге D2 көбейту B9-дың алдына F4 пернесін басайық. Бір рет бассақ, бізде абсолютті сілтеме пайда болады. Оны өздерің байқаған шығарсыңдар. Дәл осы жерде Enter 10% жеңілдікті осы жерде есептеп тұрмыз. Дәл осы төмен қарай тартамыз. Дәптерге және кітапқа осы жеңілдіктерді есептеп берді. Енді байқап көрейік. E3 бағаның ұяшығында D3 көбейту B9 абсолюттік адресін көре аламыз. Дәл солай кітапқа да осы жеңілдік қосылған. Бірінші тапсырманы орындап көрейік. Қандай сілтемелер бар екенін анықтаңыз. Мына сілтемеге өтіп тапсырманы орындаңыз. Тексерейік, қандай сілтемелер бар екенін анықтаңыз. Әрине сілтемелер салыстырмалы және абсолютті. Дұрыс. Тапсырмаларды тексеріп көріңіздер. Екінші тапсырма. Сілтемеге өтіп, бейнені тоқтатып, тапсырманы орындаңыз. Өздеріңіздің жауаптарыңызды осы жауаппен салыстырып көріңіздер. Үйге тапсырма. Еуромен берілген туристік жолдамалардың теңгедегі бағамен есептеңдер. 1 еуроның неше теңгеге құрайтынын интернеттен қараңыздар. Және 20% жеңілдікті ескеруді ұмытпаңыздар. Рефлексия. Excel бағдарламасы жайлы не білгенмін? Сабақтан Excel бағдарламасы туралы не білдім? Excel бағдарламасы жайлы тағы не білгім келеді? Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.